Сәлем достар. Бүгінгі тақырыбымыз сызықты буындар. Бұл тақырып автоматты реттеу жүйесінің теориясына байланысты. Сызықты автоматты реттеу жүйесі. Және бессызықты болып бөлінеді ғой, бұл сызықты жүйелерге қатысты. Кеттік. Негізгі ұғымдар. Бұлар модель, беріліс функциясы мен передачный функция. Негізгі функция. Осы функция арқылы бүкіл динамикалық жүйелер сипатталады. Динамикалық жүйелер ол уақытқа тәуелді, ал статика ол уақытқа тәуелсіз. Сосын қандай буындар сызықты, бессызықты, статикалық, астатикалық, бұның бәрін қазір қарастырамыз. Жалпы басқару жүйесі екі бөлімнен тұрады. Негізгі басқару нысаны объект және оны реттеуіш. Екеуі бір-бірімен байланысса кері байланыс болады. Кері байланыс болмаса ол болмайды еді. Сосын бұл жерде түрлендірілетін нәрсе ол сигнал. Түрлендірілетін энергия, бағытталған энергия ол сигнал. Кез келген реттеуіш ол оператор, ол белгілі кіріс сигналын шығыс сигналға түрлендіреді. Мынау автоматты басқару жүйесінің схемасы, құрылымы, ол мынау элементтер тұрады. Тапсырма беруші, сумматор, реттеуіш, атқарушы механизм, басқару нысан және датчик. Датчик кері байланыста тұрады. Енді бұл сигналды, жаңа негізгі сигнал түрленеді ғой. Сол сигналды біз түрлендіру үшін уақыт шамасынан біз комплекс шамаға айналдырамыз. Ол үшін лаплас түрлендіруін қолданамыз. Ол мынау түрлендіру. Енді сол лаплас түрлендіруін қолданып біз беріліс функциясын жасаймыз. Беріліс функциясы висим ортасында ол мынау параметрді сипатталады. Бастапқы мәні, сосын P буын, пропорционал буын, ол гейн, күшейту. Одан кейін дифференциалдық буын, жоғары жағы D, дифференциалдық буын, ол нумератор. Және денумератор деген интегралды буын. Осының беріліс функциясын біз мына жерге теореміз жазамыз, сосын нәтижеде мынандай функция шығады. 2 көбейту, 2 деген P буын, 1 ол D буын, бөлімінде мынау функция. Бұл үшінші ретті инерциялық буын. Сызықты буындардың классификациясына келсек, ол пропорционал, яғни инерциясыз буын. Инерциясыз буын бар және инерциялы буындар бар. Пропорционал буын ол P буын, инерциясы. Инерциялы буын ол бірінші, екінші, үшінші ретті буын. Бұлар бөлімде тұрады. Алымында тұратын дифференциалдық буын, бөлімде тұратын интеграл. Бірақ интегралдық буын ол екеуі ұқсайды, бірақ екеуінің айырмашылығын қазір айтып кетемін. Сосын периодты буын және периодсыз буын бар. Инерциал буын ол периодсыз, периодсыз буын, ал периодты деген ол тербелмейді. Бұларда бірінші, үшінші, енінші ретті болады. Сосын кешігу буыны болады, delay дейді. Және егер интегралды және дифференциалды буын бәрін біріктірсек, яғни пропорционалда қосылып кетеді, үшеуін біріктірсек, интегралды дифференциалды буын дейді, PID дейді. Немесе оны басқаша форс буын дейді. Форсирующее звено болшы. Олардың өтпелі кезеңдерінің графиктері көрініп тұр. Жеке-жеке қарастырамыз. Мынау висим ортасында, яғни бұл висим динамикалық жүйелерді модельдеу ортасы. Онда кез келген динамикалық жүйенің моделін алуға және оны зерттеуге болады. Мысалы, мына жерде жаңағы мынау берілген буынның динамикалық моделін алып тұр. Мынау беріліс функциясы, мынау сигнал, секіліс сигналы немесе степ сигнал дейді. Степ сигнал берілгеннен кейін мынау оның графигі шықты. Мынау степ сигнал қызыл, ал көк мынау объекттің функциясы. Сызықты жүйелерді зерттеуде қандай сигнал қолданылады? Бұл жерде іске қосу жағы секіріс дейді. Орысша, қазақша іске қосу, немесе орысша ступенчатая, немесе единичная функция дейтін бір. Немесе ағылшынша step function дейді, немесе heaviside деген жасаған ғалым соның атымен кетеді. Step function 0 болып тұрады да, уақыт 0 деген уақыт кезеңінде ол 1-ге көтеріледі, секіреді. Мысалы, мына жерде сол, мынау буын сол.
Step function. Осы step function буынның сигналын берсек жүйеге, онда біз өтпелі кезеңді, яғни динамикалық процесті аламыз. Динамикалық тәртіп ол сызықты автоматты реттеу жүйесінің негізгі тәртібі. Ал енді статикалық тәртіп ол бессызықты жүйенің негізгі тәртібі, оны келесі видеода көрсетемін. Енді біз жеке-жеке тоқталайық. Сызықты буын, яғни P буынның мынау беріліс функциясы, мынау уақыт функциясы, ол мынау есемде осылай сипат графигі алынады. Келесі интегралды буын, оның беріліс функциясы және уақыт сипаттамасы, сосын оның графигі. Міне беріліс буыны бұл астатикалық буындар, бір бөлінген S. Бір бөлінген S квадрат буын. Онда екінші ретті астатикалық буын. Бір бөлінген S куб болса, үшінші ретті и так далее. Бұның параметрлері K тең бір бөлінген T. Келесі сызықты буын бұл форс буын. Форс буын дегеніміз ол интегралды дифференциалды буынның бірігуі. Мысалы, мына жерде 2 тура жаңағы функцияға S-ті қостық та жоғары жағынан. S деген дифференциал буын. Сонда астатикалық пен статикалық бәрі бірігіп форс буынға алып келді. Форс буынның міне бұл жерде S қосылғаннан кейін сәл өзгеріс пайда болды графигінде. Енді инерциялық буын. Инерциялық буынның белгілі бір инерциясы бар, яғни белгілі бір кейде қарсылығы бар. Өзінің ішкі массасына байланысты, масса үлкен болған сайын уақыт бойынша ол баяу қозғалады. Мысалы, 6 секундқа дейін ол қарсылығы болды, тапсырма берілді бір. Сол 6 секундтан кейін барып ол сол тапсырмаға жетті. Бірденнен секіріп жеткен жоқ. Инерциясыз буын болса, ол бірденнен тапсырма берген кезде сол кезеңде, сол мезетте ол бірден жететін тапсырма жоқ. Ол асықпай 6 секундтан кейін жетті. Яғни бұның массасы бар да. Ол мына жерде Т постоянное время деген параметрге байланысты. Параметр мына жерде 1-ге тең. Т бұл жерде 1-ге тең. Мына жерде 2Т. И бұл жерде тағы демпфер коэффициенті бар, сондықтан ол 2-ге көбейтіледі. Бұның постоянное время 1-ге тең. Негізінде. Енді периодты буын, екеуінің формуласы ұқсайды, бірақ периодты буын ол тербеліс пайда болады. Тербеліс. Екі периодты буын көрсетті. Мысалы ретінде 1,2 P буын, мына жерде 1 дифференциал буын, астында 0,25 S квадрат плюс 0,1 S плюс 1 дегеніміз ол дифференциал, интегралды буын. Сонымен жалпы мына жерде бір бөлінген интегралды буын бұл инерциал буынға алып келеді. Инерциал буынның периодты буыны да. Мына жерде период болып кетті. Периодический закон, яғни тербеліске ұшырап жатыр да. Екінші ретті болғаннан кейін, бірінші ретте ондай тербеліс жоқ. Енді өте маңызды буын бұл кешігу немесе кідіріс буыны. Кідіріс буыны әдетте міне экспонентамен беріледі. Экспонентаның минус дәрежесінде P тау. Тау деген бұл параметр тұрақты. Оны паде функциясымен де өрнектеуге болады, аппроксимация. Мысалы, мына жерде кідіріс бізде мәні 4-ге тең. 4, мысалы, мынау қосу функциясы қосылғаннан кейін 4 секундтан кейін барып қосылды. Яғни 4 секунд бұл жерде кідіріс. Осымен біз бүкіл сызықты буындарды қарап шықтық. Енді осы буындардың бәрінің комбинациясын біріктірсек, қалаған сызықты жүйені аламыз. Пайдаланған әдебиеттер, әрине Бородинка өте мықты кітап, Павлодардағы үлкен ғалым. Сызықты бұл жерде буындар. Сосын екінші Лазута деген бұл да үлкен ғалым, Омскіден бұл 5 сызықты жүйелерге. Сосын осылардың барлығын мен Висим ортасында осы Федосов, біздің өзіміздің қазақстандық ғалым, Рудный қаласында индустриальный институтта сабақ береді. Соның біз осы кітабын пайдаланамыз. Жақсы, сау болыңыздар, кездескенше. Hi, Chris.
1, 2, 3. Сәлем достар, бүгінгі тақырыбымыз бессызықты буындар. Бұл алғашқы тақырыптың жалғасы болады. Бұл да осы автоматты реттеу жүйесінің пәніне қатысты. Бұл бессызықты жүйеге қатысты сабақ. Кеттік. Мынандай негізгі ұғымдар бар. Бессызықты элемент деген бар. Бұл жерде бессызықты элемент қосылса, болды, ол бессызықты жүйеге айналады. Сосын мынандай бессызықты буындар бар. Бұл бессызықты буын қалай пайда болады? Бұл кері байланыс арқылы және бессызықты элементтің әсерінен пайда болады. Бессызықты буындар мынандай топтарға бөлінеді. Бөлшек сызықты, жатық, бір мәнді және бессызықты буындар конкретно сезімтал емес аймақ, шектеу, реле, шектелген сезімтал емес аймақ, гистелезис, люфт және тағы басқалар. Бұл бессызықты аймақтарды зерттеу рабочий точкасында зерттеу тиімді. Олар белгілі бір құлди коэффициентіне ие болады. Және ол бессызықты жүйелер автотербеліске ұшырайды. Мысал ретінде бұл жалпы жүйе, басқару жүйесі бұл екі блоктан тұрады: басқару нысанынан және реттеуіштен. Оны білесіздер. Негізгі түрлендіретін энергия бұл сигнал. Біздің регулятор, ол берілген кіріс сигналын белгілі бір шығыс сигналға түрлендіріп береді. Сосын бізде міндетті түрде кері байланыс бар. Міне енді бессызықтық ұғымын түсіндіріп кетейін. Бессызықты жүйе, бессызықты жүйе БЖ, ол процестерді бессызықты дифференциалдық теңдеулермен сипаттайтын динамикалық жүйе. Бессызықты дифференциалдық теңдеулермен. Ал сызықты жүйелер, олар алгебралық теңдеулермен сипатталады. Алгебралық, олар статика. Ал мынау жерде не дейді? Дифференциалдық теңдеулермен. Кез келген дифференциалдық бессызықты жүйенің ерекшелігі онда автотербелістердің бар болуы. Автотербелістер қалай пайда болады? Олар бессызықты кері байланысы бар динамикалық бессызықты жүйелердегі сөнбейтін тербелістер. Сөнетін тербеліс ол тоқтайды да, орнықты. Бұл сөнбей, орнықты түрде ол сөнбей тұрады. Мысал ретінде жүрек ұрып тұр ғой, значит ол сен жұмыс істеп тұрса, біз өмір сүреміз деген сөз. Сөнбейді ол. Белгілі уақыт. Енді ол қайдан пайда болады? Ұйытқудан пайда болады. Ұйытқу сыртқы әсерден пайда болады. Біз тамақтанамыз, біздің энергия тамақ қой. Адам тамақтанбаса, ол ауырады, білесіздер. Сондықтан ол әрдайым соған сыртқы энергия қажет. Сол тамақты біз қорытып, ары қарай өмір сүреміз. Кез келген бессызықты жүйенің бір параметрі, негізгі параметрі құлди крутизна. Ол шығыс токтың кіріс кернеуге қатынасының дифференциалдық параметр. Яғни S тең DI бөлінген DU. Ол К-мен берілген. Құлди нақты жұмыс нүктеден анықталады. Нақты кез келген бессызықты жүйе ол нақты жұмыс нүктесімен анықталады. Жұмыс нүктені біз таппай, біз ол бессызықты жүйені басқара да алмаймыз. Рабочий точка дейді, set point. Бұл не? Бұл процесс, жүйеде берілген тапсырма, параметр. Бұл айнымалы тапсырма негізінде. Автоматты реттеу жүйесінде шығыс параметрдің осы рабочий точкадан ауытқуы, яғни ауытқуы теріс кері байланыс арқылы реттеуге себеп болады. Егер ауытқу болса, оны реттеуіміз қажет. Сол рабочий точканың ауытқуы нөлге болғандағы шығыс сигналының мәні осы нүктені береді. Мысалы, мен айтайын, мысал ретінде біз кез келген машина алдық, телефонды алдық. Біз оны енді алғанда біз әлі онымен танысамыз, білмейміз ғой оны. Машинаның оны от алдырып көреміз, оны жүргізіп айдаймыз. Оны айдаған кезде әр басқару тетіктерін пайдаланамыз ғой. Жаңағы рөлін бұраймыз. Мысалы, рөлді бұрғанда
рульді бұрғанда оны біз қалай бұрамыз, қандай бұрышта қалай соны ұстауды үйренеміз. Сол режимді өзімізге тиімді, өзімізге ыңғайлы режимді өзіміз таңдап аламыз. Мысалы газды басқанда да әрбір тетіктің өзінің бейсықтығы бар. Сол, яғни сезімтал емес жері бар, алмағы бар, лимит, шектеу, қай жерге дейін тояды немесе тоймайды, қанықпау дейді ғой. Сондай нүктелерді тауып алып баптаймыз. Баптағаннан кейін бар, біз оны оңай басқара аламыз. Егер баптамасақ, онда оны басқара алмаймыз. Бейсықты жүйенің функциясы ол мынау: z тең f от x, x деген кіріс, z деген шығыс. Енді статикалық тәртіп ол бейсықты жүйенің негізгі тәртібі болып саналады. Кез келген бейсықты жүйе ол міне екі бөлімнен тұрады. Оның сызықтығы бөлігі, міне жаңа өткен сабақта айтқан бөлік, сол буындардан құрастырамыз, және бейсықты бөлігі бейсызықты буындардан құрастырамыз. Оны қазір айтамын. Осы екеуін қоссақ және кері байланыс жасасақ, теріс кері байланыс жасасақ, онда бұл бейсызықты жүйе болып саналады. Енді айтайын, теріс кері байланыс бұл реттеу үшін қолданылады. Егер оң кері байланыс болса, ол генератор үшін қолданылады. Бейсызықты блоктардың классификациясы. Симметриялық блоктар ол мынау үшеуі. Мына OX, мына OY осіне симметрия қатысты. Мынау нөлге қатысты симметрия. Мынау симметриясы емес. Жатық, яғни гладкий функциялар, бұлар вязкий трение, квадрат функциясы, диодтың сипаттамасы. Мысал ретінде, мынау релелік блоктар, кәдімгі реле идеал, 2 қадамдық және 3 қадамдық. Сосын бөлшек сызықты үзіліссіз функциялар, бұларға мынау сезімтал емес аймақ жатады, шектеу жатады, шектеу немесе тою аймағы, тояды. Және осы екеуін біріктірсек, шектелген сезімтал емес аймақ. Сосын бір мәнді емес, яғни бірақ мән емес, бірнеше мәнді мен сипатталатын буындар, олар тірек, упор және люфт. Қазір жеке-жеке тоқталамыз. Сосын бір мәнді емес релелік буындарға гистерезис, яғни бұл 2 позициялық реле және 3 позициялық реле. Қазір жеке тоқталамын. Енді мен кез келген бейсызықты жүйені зерттеу үшін қандай сигнал қолданылады? Өсу функциясы қолданылады. Мынау рамп дейді. Бұның функциясы мынандай: 0, одан кейін x. Мына жерде енді құлдый, крутизнаны мына жерде 1-ге тең ғой. Бұл кәдімгі типовой функциядан 2 десек, мынау коэффициент 2 сәл жоғарылау кетеді. Жарты болса, ондан төмен кетеді. Бірақ түзу сызықпен кетеді. Өседі. Кез келген жүйені сипаттағанда бейсызықты осындай сигналды біз береміз. Енді висим ортасында, яғни динамикалық жүйелер модельде ортасында мынандай бейсызықты буындар бар. Енді мен жеке-жеке қарастырып, мен өзім алдым висимде осы буындарды, сөйтіп соның графиктерін сыздым. Мына бірінші зона нечувствительности, сезімтал емес аймақ, оның функциясы мынандай, оның графигі мынандай, және менің висимде міне рамп деген сигнал бердім, оны ДБ деп аталады, дитбай, және мынау график. Мына жерде рабочий точкасы дәл ортасында 0 деген нөлде, ол мына жерде сезілмейді. Мынау аймақта ол сезілмейді, сезімсіз. Яғни 0-ге тең болса, ол сезілмейді, ары қарай сезіле бастайды. Келесі шектеу. Шектеу міне бұған басқаша, оның функциясы, оның графигі, және менің өзім алдым, міне рамп сигналын бердім, өсу сигнал. Сосын мынау блокты қойдым. Сөйтіп, мынау нүктеде 0,0 деген нүктеде рабочий точкасы. Енді ол мынау 0-ден -1, +1 параметр. -1 мен +1 арасында ол тояды да, осы 2, яғни 2 ғой, -1, +1, 2. Осы 0 мен 2-нің арасында ол тояды, ары қарай оны өткізбейді. Мына жерге дейін осы аяқты аралықта ол тояды, яғни шектеледі. Ары қарай ол қабылдамайды бәрі. Оған сигнал бергенмен қабылдамайды. Енді мынау осы алғашқы екеуінің қосындысы, бірігу. Мынау
сезімтал емес аймақ және шектеуді біріктірсек, онда шектелген сезімтал емес аймақ пайда болады. Оның функциясы, графигі және менің алған екі блок, мынау ранг функциясы берілді, екі блок. Сонда бұл қарасақ, мына 0,0 деген нүктеде рабочий точкасы ортасы. Біз осы жерге баптап тұрмыз. Осы жерде линеализация жасап тұрмыз. Линеализация. Міне бұл жерде ол мына 0 мен минус 1 арасында нөлге тең сезбейді. Және сол одан кейін бар ол минус, мына жерде қанша? Лимит. Минус 1 мен 1-дің арасында ол тояды. Мына жерде тояды және сезбейді. Осы екеуі бірігіп тұр да. Тура мынау функцияға ұқсас. Енді релелік функция бұл атқарушы механизмдердің функциясы. Атқарушы механизм. Бұның рабочий точкасы 0,0, бұның сезімтал емес аймағы мына жерде минус 1 мен 1-дің арасы. Минус 1 мен 1-дің арасында ол осы параметрмен сипатталады. Енді люфт дегеніміз не? Люфт ол немісше ауа жаңа саңылау деген сөзді білдіреді. Бос жүріс, бос аралық. Осы аралықта сезілмейді да, ешқандай пайдасы жоқ. Бұл аралық бізге пайдасыз бос жүріс аралығы. Кезген автомобиль, жеңіл машинаның люфті 10 градустан аспайды, ал жүк машина 20 градустан аспау керек, заң бойынша да, бұзылмаса. Сонда мына люфт, біз ол люфтті қалай беремін? Екі сезімтал емес аймақпен беремін. Яғни сол екі сезімтал емес аймақтың арасындағы жатқан осы кеңістік, бұл люфттің кеңістігі. Мына жерде көресіздер ғой, мына жасыл менен көктің арасы, мына ортасында рабочий точкасы, мына ортасын қызылмен белгілеп қойдым. Осы екі аралықта ол сезбейді. Қанша жерден оны рульде де мысалы, рульді бұрғанда, люфт. Мына жерде автомобильдің рөлі ғой. Автомобиль рөлі, мен ұмытып кеттім. Рөлдің 10 градусқа ауытқуы болады да, жаңағы люфт. Келесі өте қолдан пайдалы мәселе, бұл ол гистерез. Гистерез дегенде бұл да белгілі бір аралықты қамтиды. Мына екеуі көп мәнді ғой, люфт пен гистерез. Гистерез ол грек тілінен кідіріс, кешігу дегенді білдіреді. Ол дене күйін сипаттайтын шама сыртқы әсерден бейсызықты уақыт аралығындағы тәуелдігін сипаттайтын құбылыс. Бұл физикада магниттік гистерез болады, диэлектрлік және серпімді гистерез болады. Оның функциясы мынау, мен оны бесемде алдым. Оны қалай алдым гистерезді? Мынау лиле және кешігу болма. Кідіріс. Сол екеуін біріктіріп, мен мына жерде гистерез бізде 1-ден 3-ке дейін, яғни 2-ке дейін ол кешігіп, осы аралықта мына жерде қосылса, мына жерде ажыратылады да. Лиле қосылады, ажыратылады. Осылай лилелік регулятор, немесе Т-регулятор деп осы құбылыс қолданылады. Сөйтіп скользящий режимге алып келеді. Енді соңғы мынау бейсықты жүйені қарастырсақ, бұның құрылымы неден тұрады? Тапсырма берушіден, сумматордан, регулятор. Регулятор бізде бейсықты элемент. Сосын атқарушы механизм және басқару нысаны. Және кері байланыста тұрған датчиктен. Бұл керіс. Сөйтіп егер осы жүйені құратын болсақ, осы жүйені құрастырсақ, біз осы келесі мынау өтпелі процесс табамыз. Бұл өтпелі процесс автотелбелісі. Көріңіз, телбеліс. Бұл тоқтамайтын автотелбелісті пайда болады. Автотелбелістің екі параметрі бар. Ол амплитуда және жиілік. Мынау период қой, период бір бөлінген Т, ол жиілікті береді. Сонда осындай автотелбелістерге тудыратын осындай бейсықты жүйе. Бұл бейсік жүйенің бір элементі бейсікті болса болды, уже бүкіл қалған элементтердің бәрі сызықты болғанымен, бір элемент бейсікті болса, ол бейсікті жүйеге алып келеді. Бұл практикада, өмірде кездесіп, біздің жүрегіміз бейсікті жүйе. Мысалы, ол телбеліс, өзі автоматически телбеліс тудырып тұр. Міне, осындай жүйені мен сіздерге бердім. Осыны зерттеуіміз керек. Белгілі әр
буынның параметрлерін берген. Осы параметрлерді енгізіп, сіздер осындай жүйені құрып, құрастырып, сөйтіп оның өтпелі кезеңін алуыңыз керек, график. Мынандай әдебиеттер қолданылады. Бороденко бұл сызықты жүйелер бойынша, Лазута 5 сызықты жүйелер бойынша, және философтың мынау кітабы, бұл Биссимде осы жүйелер пайдаланып лаборатория жұмыс жасалған. Жақсы, кездескенше сау болыңыздар.